Сақ болыңыз, спам. Соңғы уақытта елімізде әлеуметтік желілерді жалған ақпараттар жайлап алды. Яғни балалар үйіне көмек керек, көшелердегі көлік қозғалысы өзгереді. Немесе неміс төбеттері тегін таратылып жатыр деген сияқты жазбалар қазір қарша орауда. Алайда ұялы телефоныңызға келген кез келген хабарламаға сенудің қажет жоқ. Өйткені ол бәз біреулердің еріккендегі ермегі немесе халық арасында дүрбелең тудыру үшін әдейі жасаған әрекеті болуы мүмкін. Құзырлы органдарда халықты мұндай жел сөзге ермеуге шақырады. Әрі хабарламаны таратқан адам табылса, қылмыстық жазаға тартылатынын да ескертіп отыр. Спам соңғы уақытта санамызға сіңіскен жаңа сөз. Соған қарамастан ол қазір халықты адастырушы үлкен күшке айналды. Себебі соңғы кездері әлеуметтік желілер мен түрлі мессенджерлерде жалған ақпарат жайлап алған. Мәселен, өткен аптадан бері ғаламторда балалар үйіне көмек керек деген хабар кезіп жүр. Онда Алматыда осыдан 9 күн бұрын отқа оранған жетімдер үйінің жұрттың қолдауына мұқтаж екендігі жазылыпты. Осыны естіген халық киім-кешегі мен азық-түлігін арқалап алапат өрт болған жерге қарай ағылған. Алайда балалар үйінің басшылығы бұл ақпараттың өтірік екенін мәлімдеді. Шын мәнінде бізге ондай көмек керек емес. Себебі өрт болды, бірақ балалардың киімдері барлығы орында, балалар киінулі, асхана жұмыс істеп тұрды. Сондықтан бізге ешқандай тәтті дәмді немесе киім-кешектер керек емес. Сондай-ақ қазір әлеуметтік желілерде неміс төбеттері тегін таратылып жатыр деген қауесетте өріп жүр. Онда әскери бөлімшенің жабылуына байланысты үйретілген иттер сенімді қолға беріледі, немесе өлтіріледі делінген. Алайда қаңғып қалған жануарларға қамқорлық қылатын еріктілер бұл мәліметтің де жалған екенін айтады. Осы ақпарат шыққалы бері телефоныма тыным жоқ, жануарларды қорғайтынымды біліп, таныстарым күні-түні маза берер емес. Әскери бөлімшеге барып, иттерді қамқорлыққа алсаңшы дейді. Алайда әлгі ақпарат өтірік болып шықты, сондықтан оған сенудің қажеті жоқ. Бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын ішкі істер министрлігі де растады. Сақшылардың айтуынша дәл осындай спам осыдан бірнеше жыл бұрын ресейлік желілерде кең тарапты. Соның дәлме-дәл көшірмесі қазір біздің ақпарат кеңістігімізді жайлай бастаған. Жуырда WhatsApp мессенджері арқылы қызметтік иттерді өлтіру туралы SMS хабарлама тараған болатын. Бұл 2010 жылы Ресей Федерациясының аумағында таралған спам. Тіпті хабарламадағы телефон нөмірі мен адам аттары еш өзгермеген. Аталған ақпараттан алаяқтық сипат байқалмайды. Дегенмен соңғы кездері осындай жалған хабарламалар арқылы оңай ақша табуды көздейтіндер көбеюде. Өтірікті судай сапыратын спамшылар ескі ақпаратты қайта жаңғыртудан да жалғар емес. Мәселен, Алматыдағы Сәтбаев пен Жандос көшелеріндегі қозғалыс бағыты өзгереді деген 7 жыл бұрынғы мәлімет қазір қайта тарай бастады. Тіпті тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай әр азаматқа 25 мың теңгеден сыйақы беріледі деп жұртты дәмелендіріп қойғанда бар. Алайда құзырлы органдар халықты мұндай жел сөзге ермеуге шақырады. Өйткені елімізде жалған ақпарат таратып жұртты дүрліктіргендердің жазаға тартылатыны белгілі. Диас Нұрақын, Талап Балтабек, КТК, Алматыдан.